Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен нөмір 18 Ілияс Қаруов атындағы мектеп-лицейдің география пәнінің оқытушысы Сабенова Ақерке Қыдырбекқызы. Оқушылар, бүгінгі география сабағына қош келдіңіздер. Сіздер бүгін ең алғашқы рет география сабағында оқулықты бастайсыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географияның зерттеу нысандары. Оқу мақсаты географияның зерттеу нысандарын атау. Мақсатқа жету үшін балалар, біздер нені білуіміз қажет? Ол үшін география нақты нені зерттейді? Географиялық зерттеулердегі басты мәселе қандай? Бүгінгі сабағымызда осы сұрақтарға жауап алатын боламыз. Олай болса, география дегеніміз не? География дегеніміз балалар, ежелгі грек тілінен аударғанда жерді сипаттау деген мағынаны білдіреді. Гео немесе графо. Бұл терминді ең алғашқы рет бізге ежелгі грек ғалымы Эратосфен енгізген. География жердің қойнауларын, жер бедері мен климатты, мұхиттар мен теңіздерді, топырақтар мен өсімдіктер, жануарлар әлемнің таралуын, халықтың қоныстану заңдылықтарын, дүниежүзілік шаруашылығын зерттейтін ғылым. Жер туралы ғылымдар кешені. Географияның басты зерттеу нысандары олар жердің геосфералары мен геожүйелері. География балалар екіге бөлінеді. Физикалық география және әлеуметтік экономикалық география болып. Физикалық география табиғат құбылыстарын зерттейтін болса, ал әлеуметтік экономикалық география адам өміріне байланысты ерекшеліктерді зерттейді. Ал енді балалар, география нені зерттейтінін біз нақты білуіміз үшін, мысал үшін, ботаник өсімдіктерді зерттейді, ал оны географта зерттейді. Зоолог жануарларды зерттейді, ал оларды географта зерттейді. Сәулетшілер қала салады, ол қаланы географтарды сипаттайды. Сонда аталған нысандарды зерттейтін ғалымдары бар болса, географтар бізге не үшін қажет? Ал оқушылар, енді тақтаға назар аударамыз. Тақтада екі сурет берілген сіздерге. Осы екі суретті қарай отырып, салыстырамыз бір-бірімен. Бұнда зерттеушілер өсімдіктерді зерттеп жатқан кезде бейнеленген. Бірақ зерттеулер өңдегеннен кейін биолог пен географ бір-біріне ұқсамайтын екі түрлі нәтиже ұсынған. Ал ойланып көрелік, бұл қандай нәтиже екен? Енді бұл жерде балалар, ботаник өсімдіктердің құрамын, құрылысын зерттесе, ал географ бұл өсімдіктер қайда өседі деген сұраққа жауап іздеп жатыр бұл жерде. Енді бұдан шығатын қорытынды көптеген ғылымдардың зерттеу нысандары ортақ, бірақ олардың әрқайсысы нысанның белгілі бір қасиетін ғана зерттейді екен. Сонда қайда деген сұраққа жауап береді екен. Жақсы. Келесі тапсырмаға қарайық. Бұл жерде де сіздерге карта берілген және сипаттама берілген. Жер бетінде кез келген нәрсенің өзінің мекен-жайы болады. Сіздерге тапсырма берілуі мүмкін. Кез келген нәрсенің географиялық орны сипаттама берілген. Енді бұл жерде балалар, географиялық сипаттама берілген. Немесе кез келген нысанды координата арқылы, карта арқылы сипаттауға болады екен. Ал енді бұл жерде не дейді? Бұл жерде Қарасай Батыр ауылын берген. Бір ауылды берген. Бұл не дейді? Жер бетіндегі әрбір нысанның өз мекен-жайы бар. Географ мамандар оны географиялық орны деп атайды және оны жан-жақты сипаттайды. Мысалы, Қарасай Батыр ауылы Қазақстан Республикасы Жамбыл облысының Қордай ауданында орналасқан. Географиялық координаталары 42 градус, 50 минут, 12 секунд солтүстік ендіктен орналасқан. 75 градус, 41 минут, 27 секунд шығыс бөліктен орналасқан. Және Жамбыл облысы оңтүстік Қазақстанның бір бөлігі. Қазақстан Азияда орналасқан ел. Дүниесінің бір бөлігі Азия, Евразияның шығыс бөлігі. Материктің үлкен бөлігі ол Евразия. Жер ғаламшарының солтүстік шығыс жартышарын алып жатыр. Жер ғаламшары күннен алшақ жатқан күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар. Қарап отырсақ балалар, бұл жерде үш бағытта сипаттама берген екен. Үш бағытта сипаттама берген. Бірінші жергілікті, екінші аймақтық, үшінші ғаламшарлық. Ал енді дәл осылай сіздер балалар өз ауылыңызға географиялық сипаттама берейік.
сіздерге уақыт береміз. Өз туған өлкемізге дәл осындай географиялық сипаттама беріп көредік. Ал кәнекей, уақыт кетті сіздерде. Ал енді балалар, жауабымызға назар аударайық. Мәдениет ауылы Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының Жалағаш ауданында орналасқан. Аудан орталығы Жалағаш кентінен оңтүстік-батысқа қарай 40 км жерде орналасқан. Географиялық координаталары 44 градус 51 минут 57 секунд солтүстік ендікте, 64 градус 23 минут 53 секунд шығыс бөлікте орналасқан екен. Қызылорда облысы оңтүстік Қазақстанның бір бөлігі. Қазақстан Азияда орналасқан ел. Дүниесінің бір бөлігі Азия, Евразияның шығыс бөлігі. Материктің үлкен бөлігі ол Евразия. Ол жер ғаламшарының солтүстік-шығыс шарттарын алып жатыр. Жер ғаламшары күннен алшақ жатқан күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар. Енді картаға назар аударсақ, біздің ауылымыздың орналасқан орны берілген. Жақсы балалар. Мінекей, өстіп кез келген нысанға дәл осылай географиялық сипаттама беруге болады екен, жақсы. Әрі қарай. География көптеген нысандарды зерттейтін анықтадық. Әрине ол атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Енді сонымен қатар климат, топырақ, жер бедері, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, шаруашылық халқы қайда, неліктен, неге деген сұрақтарға мінекей осы ғылымдарға жауап береді география. Келесі қабат балалар, литосфера қабаты. Не? Жердің тас қабаты неге? Климатқа әсер етеді, топырақтың, өсімдіктердің, жануарлардың таралуына әсер етеді, пайдалы қазбалардың, адамдардың өмір сүру ерекшеліктерін анықтайды. Ал гидросфера қабаты не? Су қабаты неге? Табиғи сулардың тұтастығы мен барлық жерде болуы, табиғатта энергия мен заттар алмасуын қамтамасыз етеді. Атмосфера қабаты бұл ауа қабаты, бізді демалуға керекті оттегімен қамтамасыз етеді және барлық тіршілікті ғарыштық сәуле шығарудан сақтайды. Ал енді биосфера қабаты. Биосфера жер бетінен 10-15 км биіктікке көтерілгенге дейінгі 2-3 км құрғақтан немесе мұхиттардың 10 км түбіне дейін жерде ағзалар тіршілік етеді. Табиғатта заттар мен энергияның алмасуын қамтамасыз етіп отырады. Ал енді оқушылар, табиғатта және адамзаттың қызмет саласында ешбір нысан өзіне бөлек дамымайды. Ол қандай да бір жолмен тығыз байланысты болады. Әрбір аумақта олардың байланысы мен тұрпаты басқа аумақтардан өзгеше болуы мүмкін. Географ мамандар табиғат адам шаруашылық байланысын да зерттейді. Мысал үшін, тақтаға назар аударатын болсақ, екі шаруашылық түріне неге деген сұраққа басты географиялық сұрақты қоятын болсақ, оған жауап беруімізге болады. Бұл суретте табиғатқа не жатады, шаруашылық пен тұрғындарға не қатысты? Бұл жерде табиғат пен адам шаруашылық бір-бірінен ажыратпай зерттеу жүргізуін көруге болады. Өйткені табиғат ортақ, жер ортақ, ауа ортақ, су ортақ. Ал бірақ екеуінде екі өңірде еліміздің, біреуі солтүстік өңірінде, біреуі көбіне қоңыржай аймақтарда орналасқан. Ал адамдар екеуіне де қарайды мал шаруашылығына. Сонда табиғат пен адам шаруашылық бір-бірінен ажыратпай некен балар тығыз байланысты екенін көруге болады. Енді балдар кеңістіктер, заңдылықтар, құбылыстар мен үдерістерді барлығын география ғылымы зерттейді. Жердің литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера деген компоненттері өзара әрекеттесе отырып біріккен өнім құратын табиғат бөлігін ғана зерттейді. Жердің бұл бөлігін географиялық қап деп атайды. Енді тақтаға назар аударатын болсақ, бұл жерде жер сфераларының суреті берілген. Жер бетінің төменгі шегі литосфера екенін көруге болады. Онда гидросфера орналасқан. Гидросфера бөліктерінің ең үлкен тереңдігі мұхитқа тиесілі. Литосфераның үстінде мұхит жоқ бөліктерінде бәрібір атмосфералық ауа мен тау жыныстары, жер асты сулары өзара әрекеттесіп отырады. Литосфера су мен ауамен өзара әрекеттеспейтін жері
географиялық қабықтың төменгі шегі болып табылады. Географиялық қабықтың ең жоғарғы бөлігінде атмосфера болады. Ал ол литосферамен тығыз байланысты, өйткені оны жердің тарту күші ұстап тұрады. Және сонымен қатар газдар, жанартаулар оған енеді. Тіпті оның қабатына жете де алмайды, бірақ атмосфера гидросферамен тығыз байланыста болады. Өйткені дымқыл буға айналып, белгілі бір биіктікке дейін көтеріледі де, бұлт түсіп тамшыға айналып кетеді. Мінекей балалар, география табиғи қоғамдық нысандардың кеңістік заңдылықтарын, құбылыстар мен үдерістерді зерттейді екен. Енді балалар, бүгінгі алған білімдерімізді пайдалана отырып, тапсырма орындауға көшеміз. Бұл жерде тиісті бағанға белгі қою арқылы географиялық нысандарды, оны зерттейтін географиялық ғылымның саласына сәйкестендіреміз. Бірінші кестеде географиялық нысан берген, екінші физикалық география және экономикалық география берілген. Ал енді сіздерге уақыт беріледі. Енді оқушылар жауабына назар аударайық. Бірінші, әрине физикалық географияның жауабы, әрине ол таулар және өзендер. Ал экономикалық географияға жауабына келетін болсақ, халық және қалалар. Мінекей балалар, біздер бүгінгі сабағымыздың аяғына да келіп жеттік. Олай болса, география үшін қандай зерттеу сұрағы негізгі болып табылады, географтар оның жауабын қалай іздейді? Әрине, география ғылымдардың кеңістікте қалай орналасқанын зерттейді және қайда деген сұраққа жауап береді екен. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.